Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәруменге толы смузидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен құлпынай қосылған зефирді кесіп шығамыз. Жуып тазаланған құлпынайдың үстіне саламыз. Блендердің көмегімен зефир мен құлпынайымызды езіп шығамыз. Езілген құлпынайдың үстіне салқын сүт құйып, бір келкі болғанша тағы да езіп шығамыз. Смузи дайын, стакандарға құйып балаларыңызға ұсынсаңыз болады. Енді дәмі өте керемет болып шыққан.